Сәлеметсіздер ме оқушылар? Ана тілі 1-ші сынып, 38-ші сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы мәтін. Балалар, сабақты бастамас бұрын міндетті түрде менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпа. Олай болса, 1-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Кітап оқудың пайдасы. Бірде Жазира Асылбекке келді. Әкем ертегі кітап әкелді. Үйге кел, бірге оқиық деді. Ол Жазира айтқан соң барды. Жазираның кітап оқуы керемет. Қайғылы жеріне келгенде көзі жасаурап кетеді, ал қуанышты жерінде жүзі алаулап шыға келеді. Асылбек те онымен бірге қайғырды, қуанды. Барлық қызық кітапты екен ғой, деп ойлады. Асылбек бұрын кітап оқымайтын, енді бір мезгіл кітап оқитын болды. Қазір Асылбек сабақты жақсы оқиды. Балалар, мәтін түсінікті болса, бұл мәтінде кездескен қайғылы деген сөз, ол аянышты деген мағынаны білдіреді. Жүзі алаулап деген сөз жүзіне қуаныш ұялады, яғни бетіне күлкі үйірілді, көңілі көтерілді деген мағынаны білдіріп тұр. Олай болса, сұраққа жауап берейік. Асылбек алғашқыда кітап оқуды ұнатты ма? Асылбек бұған дейін, яғни алғашқы кезінде кітап оқуды ұнатпайтын. Оның кітап оқуына кім себепші болды? Оның кітап оқуына әрине Жазира себепші болды. Жазирамен кітап оқығаннан кейін Асылбек қызықтың бәрі кітапта екен ғой деген ойда қалды. Ал балалар, сендерге қандай кітап ұнайды? Мысалы, мен өзім бұл сұраққа жауап беретін болсам, маған ертегі, тарихи, өлең кітаптары қатты ұнайды. Сенде қандай кітап ұнайтынына жауап беріп көр. Балалар, енді жұмыс дәптерінің 39-ші бетіндегі 1-ші тапсырма көркем жаз деп тұр. Дыбысын әдемі етіп соңына дейін жазып шық. 2-ші жаттығу. Бос орынға тиісті сөзді қойып жаз. Мектеп кеме, білім теңіз, не алға жүзудеміз. Яғни мына жерде тынбай немесе тынбай. Қай сөз дұрыс? Әрине, тынбай. Тынбай деп м дыбысы естілгенімен біз мұны жазбаймыз, мұны жазамыз. Яғни мектеп кеме, білім теңіз, тынбай алға жүзудеміз. Қасым Аманжоловтың өлеңі. Жұмыс дәптерінің 39-ші бетінде 2-ші жаттығу деген жерге осы өлеңді әдемі көркем етіп көшіріп жаз. 3-ші жаттығу сурет бойынша мәтін құра. Суретке назар аударайық. Бірінші, балалар, бұл суретте бала оқулықтар ұстап алған, жыртылған ескі кітаптар және бір зауыттың суреті тұр. Олай болса, қалай құрастыруға болады? Бірінші, балаға ат берейік. Бұл Ардақ. Ол кітап оқығанды ұнатады. Ардақ кітаптарын ұқыпты ұстайды. Алайда кейбір кітаптары ескіріп қалды. Сол үшін ол ескі кітаптарды қайта өңдеу зауытына өткізді. Оның орнына жаңа өңделген кітаптарды ауыстырып алды. Ардақ өте қуанышты болып үйіне қайтты деп жалғастыруға болады. Ал сен қалай құрастырар едің? Суретке қарап, өз ойыңды бөліс. Енді жұмыс дәптерінің 39-ші бетіндегі соңғы тапсырманы орындайық. Өлеңді оқып, сұраққа жазбаша жауап бер дейді. 7 жыр кітабым барды. Жанат 1 кітабын алды, Болат 1 кітабын алды, Үміт келіп 3-еуін алды, ал өзімде нешеуі қалды. Яғни балалар барлығы 7 кітап болған екен. 1-еуін Жанат, 1-еуін Болат алса, 7-тен 2 аламыз, 5 қалады. Үміт келіп 3-еуін алса, 5-тен 3-еуін аламыз, сонда өзінде нешеуі қалады? Әрине, өзінде 2 жыр кітабы қалады деп мына жерде берілген бір жолға жауабын жазып қоямыз. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау бол.